Сәлем достар, бүгін сіздермен духовкасыз дайындалатын торт жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға тұз, қантты және де сары майды саламыз. Енді қолымызбен жақсылап араластырып мыжғылайтын боламыз. Ұнымыз бен сары майымызды дәл осылай бір-біріне біріктіріп алу қажет. Одан соң табаны отқа қойып, орташа үстінен осы массамызды саламыз. Жақсылап араластырып отырудың арқасында сарғайтатын боламыз. Біздің массамыз қоңырқай түске енуі қажет болады. Сонымен қамырымыз дайын. Одан соң кремді жасауға кірісеміз. Ең алдымен табаға жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Үстінен жүгері крахмалын қосамыз. Тағы да жақсылап қозғап, шекерді, қантты, яғни саламыз. Осылай міндетті түрде қозғап отыру қажет. Одан соң қаймақты қосамыз. Қаймақтың пайыздылығы маңызды емес. Жақсылап араластырып массамызды қоюлатамыз. Оттың асты қатты болмауы қажет, орташа отта болғаны дұрыс. Біздің массамыз күйіп кетуі мүмкін, сондықтан осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Міне біздің массамыз осылай қоюланып шықты. Осы уақытта оттан ала беруге болады. Ал енді үстінен сары майды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен крем дайын. Енді толықтай суығанша бөлме температурасына қоямыз. Одан соң тоңазытқышқа да салсаңыз болады. Ал енді тортты жинауға кірісетін боламыз. Осылай ыдысымызды дайындап, формамызға салып, 4-5 қасықтан осылай салсақ болады. Барлық жеріне жайып шығамыз дағыны. Үстінен кремді аз-аздан салып, әдемілеп дайындап аламыз. Одан соң тағы да келесі қабатты дәл солай 3-4 қасықтан салып шығатын боламыз. Тағы да қайталаймыз, кремді жағамыз. Дәл солай қайтадан қамырды сеуіп шығамыз. Тағы да кремді жағып, тортымызды дайындаймыз. Негізі жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте тез дайындалады. Ал енді тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа салып қоямыз. Міне мен тоңазытқышқа 1 сағатқа салып алдым. Біздің тортымыз дайын болды. Енді осылай жандарын кесіп формасынан шығарамыз. Және де асқа бере берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Видео рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.